Жыл басында облыс әкімінің бастамасымен өңірде Әулие-ата кітап оқитын өңір жобасы бастау алған еді. Бүгін аталмыш жобаның қорытынды кеш өтті. Нендей нәтиже бар, атқарылған жұмыстар қандай, әріптесін тарқатады. 2025 жылдың 5 қаңтарында бастау алған жоба зиялы қауым өкілдері мен қаламгерлер үшін тың серпіліс болды. Аталмыш бастама аясында облыс көлемінде 7 мыңнан астам іс-шара ұйымдастырылып, 200 мыңнан аса оқырман қамтылған. Өңірдегі 200-ден астам кітапхана мен мәдениет қызметкерлерінің мұрындық болуымен түрлі байқаулар өткізілді. Айталық жыл қорытындысы бойынша үздік автор аталымымен белгілі қаламгер Оралхан Дәуіт марапатталды. Бүгін енді үздік автор ретінде жүлде алып отырмын. Ол сол менің Ақсамауырын деген кітабының сауалнама бойынша ең үздік кітаптардың бірі болып танылды. Ұрпақтың тәрбиесіне де кітап оқудың беретін маңызы өте зор. Сондықтан кітап оқитын өңір бұл тек қана бір облысқа ғана емес, жалпы еліміз болып қолға алатын жоба. Және соны ақынның есімімен аталатын Жамбыл облысының алдымен алып, осыны өткізгені өте оңды іс болды деп ойлаймын. Үздік автор аталымы бойынша белгілі ақын Ғани Әлімбек қызы мен Нұржан Қадірәлі марапатқа ие болды. Сондай-ақ ең үздік ауылдық кітапхана 2025 байқауының қорытындысында үздіктер де сый-сияпаттан құр қалмады. Бұдан бөлек кітапсүйер қауым үздік оқырмандар номинациясымен марапатталды. Солардың ішінде 180 кітап оқыған Ләйлә Мырзаділ қызы да бар. Жалпы Әулие-ата кітап оқитын өңір атты байқауға мен қатысып жатырмын деп ойлаған жоқпын. Өзім кітап оқып жүргем. Сол осы кітаптың қорытындысында сіз жеңіске жеттіңіз деген маған хабар келді. Жалпы мен өзім қолым бос уақытта кітап оқығанды жақсы көрем. Ол менің хоббиім десем де болады. Бұл кітап оқу адамның жан дүниесін өзгертіп, жақсы жолға бастайтын бір керемет күш деп санаймын. Бұдан өзге бастамаларға тоқталсақ, жыл басынан бері ел болып оқимыз. Жазушымен бірге жобалар іске асырылып, 200-ге жуық іс-шара ұйымдастырылған. Осылайша жергілікті қаламгерлердің шығармалары кеңінен насихатталған. Сөзімізге дәлел, биыл 22 жергілікті ақын жазушының шығармалары жарық көріпті. Сондай-ақ ұлттық кітап күні қарсаңында болған өңірлік фестивальда 70-ден астам іс-шара өткізілген. Одан өзге жергілікті ақын жазушылардың 200-ден астам шығармасы әулиеата Либери мобильді қосымшасына енгізілді. Енді 110 автордың шығармашылығымен телефон қосымшасы арқылы танысуға болады. Айта кетейік, аймақ басшысы бұл жобалардың алдағы уақытта да жалғасатынын айтқан еді. Нұрбақыт Масатилалы, Қанат Күзберген, Мейіржан Ерболатов, 24 News.